Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге матем каналы. Бүгін біз геометриялық прогрессия тақырыбында функционалдық сауаттылыққа арналған кейстік тапсырмалар орындаймыз. Басқаша айтқанда, геометриялық прогрессияның өмірге қашықтылығына байланысты есептер. Сонымен бірінші есебіміз. Сіз жаңа мобильді қосымша шығардыңыз. Маркетингтік жоспар бойынша бірінші күні қосымшаны 100 адам жүктейді. Әр келесі күні жүктеушілер саны өткен күнмен салыстырғанда 50%-ға артып отырады. Сервердің қуаттылығы бар болған 10 мың адамды қабылдауға жетеді. Одан аса жүйе істен шығады. Екінші күні сервер істен шығу қаупіне ие болады. Егер сіз серверді 10-шы күні кеңейтпек болсаңыз, оған дейінгі барлық жүктеген адамдардың жалпы саны қанша болады? Бұл өсімді вирустық деп атауға болады ма? Әлде бюджетті жарнамаға көбірек бөлу керек пе? Енді бұл есепті ойланып қарайтын болсақ, 100 адам дегеніміз жаңағы геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі. Ал 50%-ға артып отырса, әр күн сайын, онда Q дегеніміз 1,5-ке тең. Геометриялық прогрессияның еселігі 1,5-ға тең болады. Және 10 мың адам қабылдауға жететін, яғни шек болып саналады. Бізде геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы деген n-ші мүшесінің формуласы бар. Ол бірінші мүшесімен еселігінің n азайтылған бір дәрежесіне көбейтілгенге тең. Енді бірінші мүшесі бізге белгілі, еселігі де белгілі. Орнына қойсақ 100. Енді орнына қойсақ 100 көбейтілген 1,5-ның n азайтылған бір дәрежесі. Және осы сан қай кезде 10 мыңнан асады? n-нің 10 мыңнан асу үшін ең кішкентай мәнін іздеуіміз керекпіз. Енді осы жерде есептің ыңғайлылығын алу үшін 1,5-ның n азайтылған бір дәрежесі артық 100 деп, мына теңдіктің екі жағын 100-ге бөліп жіберсек болады. Келесі, енді 1,5-ның дәрежелерін қарастырайық. 1,5-ның квадраты дегеніміз негізі 2,25-ге тең. Ал 2,25 дегеніміз ше? 2,25-дің квадраты ше? Ол 1,5-ның 4 дәрежесі ғой. Немесе примерно жоқтау болғанда 5 болады. Енді 5-тің квадраты ше? 5-тің квадраты ол 1,5-ның 8 дәрежесі немесе 25. 25 дегеніміз әлі 100-ден кіші болып тұр. Сондықтан 25-тің квадратын қарасақ, ол бізде 1,5-ның 16 дәрежесі немесе 625 болады. 625 ұшы 100-ден асып кетті. Яғни 100-іміз 25 пен 625-тің арасы болғандықтан, немесе айтқанда 1,5-ның 8 дәрежесі мен 1,5-ның n азайтылған бір дәрежесі 1,5-дің 16 дәрежесінің арасында. Енді осы жерден біз n азайтылған 1,
16.000 8'in arasında ekeni айдан алып көріп тұрық. Сондықтан 8 мен 16-ны қарастырмай-ақ қойсақ болады. 9-дан бастап қарастыра берейік. Ал қалған 7, 6 деген дәрежелер 100% болмайды. Енді 1,5-ге бірінші 25 болатын болса 8 дәрежесі. 25-ті 1,5-ге көбейткенде нақты 100-ден аспайтын белгілі. Сондықтан 1-ден 25 пен 2,25-ті қарастырып көрсекші. Бұл дегеніміз 1,5-ның 8 дәрежесі мен квадраты. Ол бізде қанша болады? 25 пен 2,25-ті көбейткенде примерно 55 болады ғой. 55 дегеніміз бұл жерде 1,5-тің 10 дәрежесі жуықтап алғанда. Ал 11 дәрежесі болса ше. Бұл енді 100-ден асу керек, асуы мүмкін. 11 дәрежесі болса 55-ті қайттан 1,5-ге көбейтсек, бұл примерно 82,5 шығады. Примерно 82,5 шығар. Қайттан 100-ден асып тұрған жоқ. Ал осыны 1,5-ге қайттан көбейтсек, онда бұл 100-ден асып тұр. Демек, n азайтылған 1 12-ге тең. 12-ге тең ғой. Ал n-іміз сонда 10-ға тең болады. Яғни серверде бәр уақытта 10,000 адамнан асқан күн, ол бір күннің ішінде 10,000 адамнан астам адам 13-ші күнде жүкте болады екен мобильді қосымшаны. Бұл егерде біз нешінші күн серверде істен шығу қаупіне ие болады десек, 13 деп айтамыз. Ал енді егер сіз серверді 10-шы күні кеңейтпек болсаңыз, оған енді барлық шектеген адамдардың жалпы саны қанша болады деген сұраққа жауап іздесек, ол S тең енді былай істейік, 10-шы күннің өзін қарастырайық. S тең 10. S-тің формуласын біз білеміз ғой. S n тең бірінші элемент көдің n-ші элемент азайтылған 1 мүмкін Q азайтылған 1. Бізде бірінші элементіміз бізде 100 болып тұр. 100 көтінген Q'дың бізде 10-шы элементі керек қой. Ал ол жүктап алғанда 55-ге тең екен. 55 азайтылған 1 бөлінген 1,5 азайтылған 1. 55-тен 1 азайтқанда 54, 1,5-нен 1 азайтқанда 0,5.
Мгм. Енді нөл бүтін бестен жүзді екіге көбейтсек, 200 болады. 254-ге көбейтсек, так, 10.800 болады. 10.800, сонда 10-шы күнде жаңа мобильді қосымшаны жүктеп алған адамдардың саны 10 мыңнан асып тұр. Яғни уже серверлер істемей қалады, істен шығады, егер кеңейтілмеген болса. Ал 9-шы күні тексерсекші, 9 болса 100 көбейту мүмкін. Мында 0,5 S9-ны 25-ті 1,5-ге көбейтейік. Ол қанша болады? Примерно 37,5 болады. 37,5 азайтылған бір. 37,5-ның 1 азайтқанда 36,5. Еще оны 2-ге көбейтеміз. Мынау бүтін болып кетеді бір ойда. 3, так, 37, 36 қояйын. 72, примерно 7.200 болады ғой. Иә, 7.300. болса, ол 10 мыңнан жетпей тұр ғой 10 мыңға. Демек, 10-шы күні бізде серверлерде барлығы 10.800 адам жиналса, жоқ болғанда, ал 9-шы күні 7.300-дей адам жиналып тұр. Яғни, егер сіз серверді 10-шы күні кеңейтпек болсаңыз, онда осы серверлер бұзылып қалады. Сондықтан да егер серверлердің бұзылмаған қаласаңыз, 9-шы немесе 8-шы немесе одан бергі күндері серверді жаңарту қажет. Енді 3-ші сұраққа жауап беретін болсақ, бұл өзімді вирт деп атауға бола ма? Әлбетте, себебі біз ойлап отырғандай, жоспарлағандай болған жоқ. Серверлер 10-шы күнге жетпей танымал болып кетті.